Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге қысқа арналған тещин язык деп аталатын салатты бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен баклажанды жуып тазалап аламыз. Содан соң осы видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Туралған баклажандарды тұздап, жақсылап араластырамыз. Баклажандарды салаттың ішінде езіліп кетпеуі үшін тұздайды. Баклажан кемінде 2 сағаттай тұздалып тұруы керек. Болгар бұрышын осылай турап шығамыз. Қызанақтың керек емес бөліктерін алып тастап, ет тартқыштан өткіземіз. Тұздалған баклажан көлемі кішірейіп, ащы суы шығады. Баклажандарды сол ащы судан ажыратып аламыз. Біздің баклажанымыз да дайын. Ал енді ошаққа от жағып, қазанға өсімдік майын құйып қыздырамыз. Тұздалған баклажандарды салып, қызартып қуырып аламыз. Баклажандарды қуырып болған соң, сол майға болгар бұрышын да қуырып аламыз. Қазанды жуып тазалап, тағы өсімдік майын құйып, ет тартқыштан өткізілген қызанақты құямыз. Қызанақ қою болғанша қайнатамыз. Қызанақ қайнап шыққан соң, бетінде осындай көбіктері шығады. Сол көбіктерден тазартып аламыз. Қызыл ащы бұрыш пен сарымсақты ет тартқыштан өткізіп, қызанақтың үстіне саламыз. Содан соң тұз, қант және қара бұрышты салып шығамыз. Тұзды бірден көп салмаңыз, яғни дәміне қарап салыңыз. Біздің қызанағымыз осылай қою болған соң, қуырылған баклажан мен болгар бұрышын саламыз. Баклажан мен болгар бұрышын қызанақта 5-10 минуттай қайнатамыз. Біздің тещин язык деп аталатын қысқа арналған салатымыз да дайын. Енді банкаларды стерильдеп, жауып шығамыз. Бүгінгі рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше.